Әрине, адамдардың жынысын ауыстыру қоғамда үлкен пікірталас тудырып отырған күрделі мәселе. Бұл діни және адами тұрғыдан да дұрыс емес, бірақ біз ұмытпауымыз керек. Табиғи апаттар бүкіл адамзаттың ортақ мәселесі, және шешімін де қарастыру бәріміздің жауапкершілігіміз. Құранда да Алла зұлымдық пен әділетсіздік, парыздарды ұмытқан қоғамдарды үлкен апаттармен ескерткен. Ал бір адамның жеке әрекетінен бүкіл елге апат келді деу тым бір жақты пікір. Бұл табиғи апаттар Алланың үкімі болды. Адамдар бұзылған, енді еш нәрсе өзгерте алмаймыз десек, онда бұл келешек ұрпағымызға, өзімізге қиянат жасаймыз. Шешім жолдарын Алла ғалымдары 10 жылдан бері айтып келеді. Бізге осы ғалымдардың толық әрекет жасауларына ықпал етуіміз керек.